Сәлеметсіздер ме менің алтындарым. Бүгін сіздерге керемет ватрушкиді үйретемін. Ең алдымен ыдысымызға қант, тұз, ашытқы салып араластырамыз. Жылы сүтімізді, өсімдік майымызды құямыз. Содан соң бір жұмыртқамызды жарып, салып жақсылап араластырып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек, сонда ватрушкиларымыз жұмсақ әдемі болып шығады. Қамырымызды жақсылап илеп алдық, енді бетін жауып ашығанын күтеміз. Салмамызды дайындаймыз. Ыдысымызға творогымызды, қантымызды салып жақсылап езіп аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап аламыз. Қамырымыз ашыды, осылай листімізге бөліктерге бөліп салып аламыз. Бөліктерге бөліп болғасын 5-10 минутқа бетін жауып тұндырып қоямыз. Екінші листімізге бөліп аламыз қамырларды. Мінекей бөліп алдық, бұның да бетін жауып кішкене тұндырып қоямыз. Енді тұнған қамырларымызды осылай стаканмен ортасын думалақ етіп шығамыз. Думалақ еткесін ортасын осылай кішкене тегістеп жібереміз. Енді бір қасықтан салмасын салып шығамыз. Содан соң екінші листі де тура солай жасап шығамыз. Мінекей бәрін жасап болдық, енді жұмыртқаның сарысын жағамыз қамырдың жанына. Мінекей жағып болдық, енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей ватрушкиларымыз дайын болды, өзі сондай жұмсақ, үлпілдек, дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.